верификация жасау үлгісін көрсетемін. Ол үшін кез келген браузерден Oriflame kz деп жазасыз да өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз Oriflame сайтынан. Осылай осы жерге өзіңіздің логин пароліңізді тересіз. Сол бойынша кабинетіңізге YT деп басып кіретін боласыз. YT-ді басып өзіңіздің личный кабинетіңізге кіргеннен кейін жоғары жақта сол жақта 3 сызық тұрады, соны басамыз. Личный кабинет дегенді басамыз да. Личный кабинеттің ішінде настройка профиля кіріп, осы жерден документы и приглашение верификация с паспорта дегенді басамыз. Осылай шығады. Осыны оқып шығыңыз, соны жоғары қарай саусағыңызбен көтересіз. Выбрать файл деп өзіңіздің галереяңызда таңдап алсаңыз да болады, немесе сразу камераны басып түсірсеңіз де болады. Осы жерден загружать етіледі, в ожидании деп шығады. Успешно сохранено дейді, иә. Осылай шығады. Содан кейін мына астындағы соглашение, соглашениелердің мысалы үшін керек жерін птичка қойып сохранить деп бассаңыз болады. Содан кейін в ожидании деген 1-2 күннен кейін подтверждено деген сөз шығу керек мына сарының орнына.